Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Бүгін біз тез, дәмді, әрі оңай жасалынатын творожный пирог жасаймыз. Ал бисмилля деп мен бөлме температурасындағы сары майды, бір жұмыртқа, қантымызды саламыз. Мен қопсытқышты ұнға қосып араластырып алдым. Сіздерде араластырып алсаңыздар, ситадан өткізіп, осының барлығын мен миксермен тез әрі оңай илеп алдым. Сіздер қолмен илесеңіздер болады. Бұны тоңазытқышқа 30 минутқа салып қойдым. Ал начинкасына творогты негізі ситадан өткізіп алсаңыздар жақсырақ шығады. Қантымызды саламыз, сметана, 2 жұмыртқамызды, осының барлығын бір араластырып алсаңыздар жақсылап тұрып. Ары қарай мен қамырымды тоңазытқыштан алып, жайып формасына салдым. Начинкамыз қамырын үстіне құйып, қасықпен бірыңғай етіп шығарамыз. Ал міне пирогымыз 30-40 минутта 180 градуста піседі.